Ермек Қонарбаев. Алғашқы сабақ. Сейітқазы жаңа кітаптар түсті ме екен біле кетейін деп дүкенге кірді. Кілең бір жас келіншек жинала қалыпты. Сылық-сылық күлкі, кәмпит ораған қағазын умаждай ұстап, беті ду-ду жанған бір балғын қыз сыртқа атып шықты. Қапелімде Сейітқазыны иығымен қағып кетті. Бұл несі? Деп Сейітқазы артына қараса, орта бойлы, талдырмаш сұлу мүсінді жас қыз, бұрымы сексиіп иығына тұрмай жөнеліп барады. Келіншектер күлкісін басып, көздерінен аққан жасын сүртіп жатыр екен. Дүкенші әйел: «Бой жетіп қапты өзі, құрып қалғыр», деді. «Аузының салмы бар жігітке бұйырып тұрау», деп екіншісі қостай кетті. «Пәле, сендерден екен ғой», деп Сейітқазы әдеби кітаптар қойылған бөлімді аралап көрді де көп бөгелмей шығып кетті. Пәтеріне келсе, балым жеңгей тамақ дайындап жатыр екен. Сейітқазы киімдерін ауыстырып жатып: «Жеңгей, таңертең бірінші сабағым», деді. Қайырлы болсын. Методисіміз асып саспай сабақты дұрыс өткіз дейді жаңа. Ал көңілім ойран топар, қорқамын. Кей адамда күле тұрып әріден ойлайтын ғажап бір кейіп болады ғой. Жеңгей сондай бір сыңаймен сызыла күлді де. Біз баяғыда оқығанда бір мұғалімнен 20-ны 5-ке көбейтсек 100 болады деп таласушы едік. Мұғаліміз 80 болады деп жеңсік бермеуші еді. Тәубе дейік, оған қарағанда сендер практикант деген аттарың болмаса, тәрбиелі жерде оқып, жүйелі білім алып жүрген азаматсыңдар ғой. Сабақтарың нашар болмас, деді. Сейітқазы мынадай орынды әрі әдемі қалжыңға күле жүріп арыққа жуынуға шықты. Арық суына қаздар шомылып, лайлап жүр екен. Сондықтан ол судың мөлдірін іздеп жоғары өрледі. Біраз жүріп, арықтың тұнықтау таза жеріне кеп тоқтап еді, бір қыз иіліп шелекпен су алып жатыр екен. Әсем қимыл, еріксіз көз тартты. Қыздың дене бітімі балғындықты танытады. Сейітқазы су арасындағы тасқа секіре бергенде қыз басын көтеріп алды. Манағы дүкенде көрген қыз. Сейітқазы қадала қарап қалғанда қыздың жұқалау беті қызарып, жалындап қоя берді. Жанары қандай жұмсақ еді деген ой лезде Сейітқазының жүрегіне сап етті. Қыз шелегін иін ағашпен іліп алып жүре берді. Сейітқазы: «Япырау, бір тіл қатпай қалам ба?» деген қызу оймен: «Ойпырмай, иығым», деп ауырсынғандай ышқынып қалды. Кете берген қыз сәл бұрылып тоқтай қалды да, жүзі тағы да дуылдай түсіп: «Ағай, кешіріңіз, байқамай соғып кеттім мана», деді бала дауыспен. Сейітқазы бойын тежеп алды. «Ол келіншектер сонша неге өшікті сізге? От басқандай атып шықтыңыз ғой». Ылғи ерігіп, әңгіме іздегендер емес пе? Ойына не келсе соны сөйлейді. Қыз бұрыла басып жүре берді. Сейітқазы оның соңынан ұзап кеткенше көз алмады. Жуынып та береке таппады. Екі қолын суға малған күйі бір қиял дүниесін шомып өткендей боп отыр. Әлгі қыздың күлімсіреген жүзі мөлдіреп аққан су бетінде ойнап, толқып, дірілдеп тұрып алды. Суды қозғап жуынса, сол суреттен айырылып қалатындай. Сөйткенше болмай, манағы бір топ қаз қаңқылдап ұшып келді де, Сейітқазыдан асып барып арыққа жалп-жалп қонды. Сүйікті сурет жоғалып, лайланған сумен бірге төмен ағып жүре берді. Шала жуынған Сейітқазы орамалын иығына салып үйіне қайтты. Мектеп, мұғалімдер бөлмесі. Практиканттар мен мұғалімдер аралас. Көңілі байыз таппай, бір отырып, бір тұрып Сейітқазы жүр. Біреу бірдеңе десе, күлкісінде де мән жоқ. Лезде басыла қалады да, қара сұр жүзі қуқылданып, жағының түгі үрпейіп қоя береді. Сағатына қайта-қайта қарайды. Міне, қоңырау. Сейітқазы журналын ала салып 10-шы классқа жөнелді. Соңында методист пен 3 студент. Алғашқы сөзді «Сәлеметсіздер ме балалар» деп бастаймын ғой десе де, қарсы алдынан 20 шақты бала емес-ау, тап өзіндей жігіттер мен қыздар өре түре келгенде «Сәлеметсіздер ме» деуге ғана шамасы келді. Журналды ашып жіберіп бірінші фамилияны атады. Үн жоқ. Орнынан тұрған кезекші бала көзін жыпылық-жыпылық еткізетті. «Сәрсенбаев бар ма жоқ па?» деді Сейітқазы даусын көтеріп. Кезекші: «Мұғалім, бұл кім ғой?» әлгі дей бергенде біреу мырс ете түсті. «Мұғалім, ол 6-шы кластың оқушысы ғой». Сейітқазы жалма-жан журналдың сыртына қараса, 6-шы кластың журналы екен. Құйқа тамыры шымырлап қоя берді. Ауыстырып әкелуге кезексіні жүгіртті.
Сабақ үстінде әр минут, әрбір сөз санаулы. Қадала қараған сансыз көз мұғалімнің әрбір қимылын қалт еткізбей бағады. Енді бос қалған 1-2 минутты қалай өткізбек? Ол парталардың арасымен арлы-берлі жүре бастады. Кітаптарыңды жауып салып қойыңдар, үйде оқу керек. Сытырлатып кітаптар жабыла бастады. Тек соңғы партада отырған бір бала қарысып, кітабын жаппай отыр. Онысымен қоймай, күле қарай ма қалай? Сейітқазы жанына жетіп келді. Жап делінді ғой саған. Кітап жабылмады. Өй деп біреу сыбырлайды. Жап деп кітапқа қол соза бергенде біреу санына шыншып кеп алды. Сол сәтте өз-өзіне келе қалған Сейітқазы кітап дегені дәптер, оқушы дегені студент қыз Дария екенін байқады. Жалт беріп столға келді. Кезекші де журналды алып кеп қалды әйтеуір. Сәбит Мұқановтың Ботагөз романдағы Ботагөз бейнесі деген бірінші сұрақты оқушыларға беріп қойды да кімнен сұрайтынын тізімін іздей бастады. Методистің бірнеше бағасы балалардан емес, не жақсы оқитын баладан да үнемі сұрай бермей, нашарлау оқитын, не сабақтан кешігіп кейіндеп жүрген балалардан сұрау керек деген сөзі есінде. Журнал бетімен жорғалаған қалам Дәуренбекова деген фамилияға кеп тірелді. Өзі сабақтан көп қалған екен. Бұл сұраққа Дәуренбекова жауап берсін. Сейітқазы осыны айтып орнынан тұра берді де еріксіз сылқ етіп отыра кетті. Көзін уқалады. Сенерін де, сенбесін де білмеді. Дәуренбекова дегені кешегі қыз. Үстінде бұрынғыдай гүлді жібек көйлек емес, оқушы формасы, қоңыр көйлек, ақ фартук, төсінде комсомол значогы. Осы қалпы оны тіпті бала етіп көрсетеді. Кешегіден де қатты ұялған қыз басын төмен ие, партаны сипалап, мүләйім бір қалыпта тұр. «Иә, сөйле», деп қойды Сейітқазы. Дауысы әп-сәтте қарлыға қапты. Үн жоқ. Кенет кезекші қолын көтерді. «Иә, Раушан 20 күндей науқастанып оқуға бүгін ғана келді». Сейітқазы сәтті дәлел табылғанына қуанып кетті. «Солай ма еді, Раушан? Отыра ғой онда», деді. Жеңін шаңын қаққан боп ұрлана сағатына қараса, 45 минуттың біразы өтіп кетіпті. Сабақтың шырқы бұзылды. Не болса да осы қалыпта жүргізе беру керек. Басқаша өзгертіп, түзеп әкетуге шама жоқ. Оның үстіне бір оқушыға сөйлетіп қойып, өзі класстан кейінгі жағынан Раушанға қарап тұра бергісі келді. Солай етті де. Өткенді пысықтау аяқталды. Енді жаңа сабақты бастамас бұрын өтілген тақырыпты түйіндеу керек. Сейітқазы содан бастады. «Саған арнаймын, сен түссін» деген кісіше Раушанға әлсін әлі қарай берді. Көзі басқа жақта болса да, көңілі сонда. Ол сөзін аяқтамай қоңырау соғылды. Неге ерте соғылды дегендей бір сәт аңырап тұрып қалған Сейітқазы қағаздарын қобырата жинап, класстан шығып жүре берді. Кеңсеге келген соң сабақты қалай өткізгенін ойлап көрсе, бәрін бүлдірген сияқты. Тек методист: «Жігітім-ау, Ботагөзді қалай ғажап сипаттадың? Теңеулерің төгіліп, даусың ашылып, ерекше бір шабытпен сөйледің-ау өзі», деп иығынан қаққанда ғана еңсесін көтерді. Үзіліс 15 минуттық еді. Сейітқазы желпініп келуге далаға шықты. Шыға берісте Раушан қарсы кездесті. Сәл бөгеле беріп: «Ағай, сабағыңызды бұзып, бәріне кінәлі мен болдым ғой. Келесі сабақта Ботагөзді сұраңызшы, өте жақсы түсіндім», деді. Сейітқазы иығын басқан зілді серпіл тастағандай жеңілденіп кетті. Жаны жадырап, риза болған ыстық пейілмен Раушанның албыраған жүзіне қарай берді. «Иә, бұл алғашқы сабақ».